Қайтын сендерге жігіттер. Басқа жаққа айналып өту керек еді. Тұрш, біз оларды алдап кеттік. Олар ана жаққа кетті. Біз күтіп тұрсыңдар ма жігіттер? Бізді көргендерге қуанышты емес сияқтысыңдар. Сендер ешкім амандасып үйреткен жоқ па не? А? Сәлемдердік. Ақымақтар, не тығылып қаламыз деп ойладыңдар ма не? Келісім қайда? Қайрат, біз тығылып қалайын деген жоқпыз. Жай ғана үйге қайтып бара жатқанбыз. Айналып өтіп кетем деп ойладыңдар ма? Ақымақтар, арттарынан қуып шаршадық қой. Күшіктер. Ақша қайда? Кеше бердік қой, Қайрат. Бердік дейсіңдер ма? Сендер бермейсіңдер. Сендер тыныш өмір сүру үшін рұқсат сатып аласыңдар. Неге екенін білесіңдер ма? Жоқ, білмейміз. Білмейсің, тыңдап алыңдар. Сендер сүмелексіңдер. Түсінікті ма? Қайрат, түсіндік қой. Бірақ мен саған ондай ашқан қайдан табам? Қолымда анам мен апам бар екенін білесің ғой. Маған біраз уақыт берші. Сен кімді бағып жатқанда мен шаруам жоқ. Оны білем ғой, Қайрат. Бірақ мен саған ақша төлегенім екі ақтық болды емес пе? Сен мені тыңдап оқыманым. Сен отбасылық жағдайың бізді қызықтырмайды. Ақша тап кешке дейін. Таппасам білесің не болатынын? Ассалаумағалейкум. 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 Bere ver. Жай, былай. Баспа, жай. Бол. Мыналар кім болды екен? Ал балам, міне. Біздің жаңа үйіміз. Жақсы үй сияқты. Қымбатқа түскен шығар, Ақшаны қойшы. Ден сау болса ақша табылады. Қалада жалғыз емеспіз. Ағайын туыс бар, жақындар бар дегендей. Әлі үйреніп кетеміз, балам?
Ең бастысы, біз бұл үйде жаңа өмір бастаймыз. Жаңа өмір дейсіз бе? Сонда өткен өміріңізге өкпеңіз бар ма еді? Жоқ, жүр. Ербол, не болды ит көрмегенде? Көмектес. Рахмет, Айсұлу, рахмет, аға. Ең басы аман есен жеттік, соны айтайын дегем. Мына саяқтарымызды, заттарымызды жинастырып алайық, сосын кеше хабарласам ғой. Үйдегілерге сәлем айт. Жақсы, жақсы. Жақсы болды. Ешқайсысы сынбай әйтеуір. Аман жеткені. Әйтпесе жүргізушінің көлік айдағаннан шошып ем. Жол бойы ол кісіге бекер ұрысып келіпсіз. Бәрін аман есен жеткізіп берді. Айсұлу тәдем не дейді? Кешке келеміз деме? Саған сәлем айтты. Аманбыз, үйдеміз дейді. Мұнда көшіп келгенімізге қуанып жатыр. Түнделеп шақырғанымыз ят болар, өзіміз бірден жинастырып аламыз. Мамамның ыдысы. Сынған ғой Ербол. Тастай сал. Керек емес. Неге тастадыңыз? Ербол, саған не болды кішкентай болғысы? Жігіт адам болмайтын нәрсе көңілін сүремеген. Мамамның ыдысы ғой. Балам, анаң туралы естелік мына жеріңде сақталу керек. Түсіндің бе? Ол бар болғаны сынған ыдыс. Біз мұнда жаңадан өмір бастаймыз деп келдік. Солай ма? Қайта қалпына келтіріп аламын, тастамаймыз. Жерім. Қалай? Қалпына келді ма? Саған мына үй ұнады ма? Демек ұнамады. Маған бәрібір. Қалай саған бәрібір? Осы үйде тұратын сен емессің бе? Мамам қайтыс болғалы. Қайда, қай үйде тұрамыз маған қызық емес. Балам, анаңның қайтыс болғаны маған да ауыр тиді. Мен де қиналып жүрмін. Қайда сізге қызық болған шақты ба? Мамамның ыдысын лақтырып бере салдыңыз. Бұрынғы үйден көшпеу керек еді. Туыстары бар, жаңа үй бар деп көшіп келдік міне. Көшетініміз жайлы. Екеуміз бірге ақылдасып шешкен жоқ па едік? Тірі адам тіршілігін жасау керек. Анаңның орны босап тұр. Түсінем, сағынып жүрсің. Бірақ енді өмірдің аты өмір. Көнеміз. Бұл жақта жалғызсырамайсың. Айсұлу әпкелерің, аман ағаларың бар. Ана жақтан серіктер келіп тұрады. Ойымдама? Ойымдамай дейсіз бе? Осының бәрі маған керек сияқты сөйлейсің сен. Балам-ау, сенің болашағың үшін ауылдағы барымды сатып, осы үйді алдым ғой мен. Бәрін тастап кеттім. Ербол, анаң Сенің жақсы білім алғаныңды армандады. Болашағының жарқын болғанын қалап еді.
Оны білем. Енді білсең, сол анаңның әруағы үшін тырысып көрейікші. Бізде қайтадан бәрі жақсы болады деп ойлайсыз ба? Әрине бәрі жақсы болады. Мені көрдің бе? Мен сен қолынан бәрі келеді. Сосын? Сосын шынтағымен бір ұрды. Негізі олай ұруға болмайды. Мен қайдан білем? Қайырлы таң. Отыра беріңдер. Сыныбымызға жаңадан оқушы келді. Есімі Ербол Жүнісов. Өз қатарларыңа қосыңдар. Ербол, бос орынға барып отыра бер. Бос емес. Мақсат, сен әлі үміттеніп жүрсің ба? Диас көшіп кетті ғой, қасына отырғызсаңшы. Немене жетісіп отырсыңдар? Мақсат, сабақ айтқың келіп отыр ғой деймін. Кел, шық тақтаға. Әйке, мен қасым отыр. Апсоқ. Келе ғой. Не болды, кел. Бір жерің ауырып тұрма. Су іш. Қайырлы таң көрші. Таныс болайық. Менің атым Берік. Темірхан. Мына орай тамаша, Әдеттегідей. Жүр Апсоқ. Кеттік. Жарайсың. Мен де танысқаныма қуаныштымын. Қасыңа отыруға шақырғаның үшін рахмет саған. Оқасы жоқ. Маған да алгебраны жақсы оқу керек. Мен алгебра емес, биология мен химияны оқимын. Дәрігер боламын. Шекеңе не болған? Жөй, ештеңе емес, құлап қалған. Қайраттың жұдырығына барып қалады. Тілін тартып сөйлеш. Саған біреу сөз берді ме? Мұрат, қойшы осындай. Тілім тартуын тартам. Бірақ мына жаңадан келген, мұнда не болатын біліп жүру керек. Ол да біз сияқты өз үлесін төлеп жүру керек екен біліп жүрсін. Дұрыс па? Мұрат тұрып тастады. Олар ешкімді аямайды. Болды шалқар. Неменеге бұны қорқытып отырсың? Қорқып тұрған жоқ қой. Мұрат Қайратқа ақшасын уақытылы бере алмай қалды. Сондықтан да міне, түрлі түсті болып жүр. Қандай ақша, не үшін? Сен жаңадан келдің. Әлі ештеңе білмейсің. Қайрат жігіттермен осы ауданды жұдырығында ұстайды. Бұл жердегі жігіттердің барлығы оған ақша қарсы. Салық төлеген секілді, түсінесің бе? Жоқ, түсінбеймін. Сонда сендер бәрің соған ақша тасисыңдар ма? Қызық екен. Жақсы жігіттер, біз қайтайық онда. Жарайды, жақсы. Өздерің жетесіңдер ма? Иә. Көрсеміз. Біздің қаладағы клубты көрдің бе? Клуб? Қайдағы клуб? Ол жаққа біз кіргізбейді ол. Ол жаққа тек 18-ден асқандар ғана кіреді емес пе? Сен ол жерге қандай сұлу қыздардың келетінін көрсең, машиналардың да түр-түрін көруге болады ғой. Балалармен сол жерге жиналып, әңгіме дүкенде отырған жақсы көреміз. Қалайсың? Ақша келдің бе? Иә. Ақшасын айтарыңдар. Тыныш, араласпашы. Сен қайдан шыққан батырсың? Бұл жердің заң басыңа құю керек болды ғой. Сен мен көңіл күйімді құртқаның үшін ертең ақша келесің, түсіндің ба?
Тура осы жерде күтем. Алғашқы сума 3000 теңге. Ұқтың ба? Ұққан жоқпын, әкелмеймін. Ұқпасаң ұқпай-ақ ұқты. Маған бәрібір. Тұр. Бастысы, маған ақша келсең болды. Қалғанын тағы ұқпасаң, досыңнан сұрап аларсың. Ұқтық Қайрат. Бұл жүр, неге араласасың? Сенікі жай ма? Қайрат ертең алып келіп береміз дегеніне, мен сонда ана есектерге ертең 3000 теңге алып келіп беруге келісіп кеттім бе? Солай жасаған дұрыс болады. Ербол, маған сенші. Негізі өзің кінәлісің. Саған кім араға түстеді? Неге араласасың? Үндемегеніңде жай ғана кетіп қалатын еді ғой. Сен рас айтып тұрсың ба? Олар сені ақымақ сияқты алдап жүрген жоқ па? Әлде сен оларды қорғап тұрсың ба? Мен өйткені олардан қорқам. Түсінесің, олардың қолынан барлығы келеді. Сендер төндіре береді екенсің. Ақша бермеу керек. Керек болса төбелесеміз. Ал егер әліміз келмей жатса үлкендерге айтамыз. Айтып көрген біреу. Ана Мақсаттың қасында Диас деген бала отыратын. Сол ата-анасына менен күнде ақша талап етеді деп айтып барған. Сосын ата-анасы полицияға арыз жазды. Сосын түк шықпады. Ертесі күні үйлері өртеніп кетті да, ата-анасы полицияға жазған арыздарын қайтарып алып, қаладан бір жолата көшіп кетті. Ербол, мен саған бірден айтайын ба? Қайраттың артында бір тіреу бар екеніне сендім. Біз оған қанша қарсы шықсақ та, онымыздан түк шықпайды. Алыңыз, әже. Мысығыңыз қандай сүйкімді? Қарны ашып қалған сияқты ғой. Сүт әкеп берейін ба? Өзің біл. Сіз ма сусынды ішіңіз? Рахмет айналайын. Мысығыңызды мен алып кетейінші, үйіме. Өзім асырайын. Ала ғой, қызым. қалайсың Айша? Жақсы өзің. Жақсы. Жарайды, апа. Сау болыңыз. Жақсы, сау бол. Сау болыңыз. Әжеден мысығын алып үйге апарайын деп жатыр. Сүйкімді екен. Атын не деп қоясың? Пушок. Мысықтарды ұнатамын да. Қатты ұнатамын. Сен осылай барлығына қорған болып жүресің бе? Менің бір досым қызға қырындайын деп мұғалім байқап қойып бірден тақтаға шығады. Сосын, екі қойды ма? Жоқ, қойған жоқ. Сосын мұғалім бұғы қоңыз жайлы не айтып берген қайталап берсін деп сұрады. Ал менің досым адырап сасқалақтап бұғы мен қоңыздың қандай туысқандығы бар деп жауап берді. Айша? Сен де не істеп жүрсің? Мен үйге қайтып бара жатырмын, Ильяс. Бұл менің сыныптасым. Сен ақ бүгін көлбең деп алдымнан шыға бердің ғой. Тиіспеңдерші оған, өтінем. Сен жігіттердің шаруасына араласпай. Тұрыш тұр. Мен сенімен кешке сөйлесем. Қазір мынаумен сөйлесіп алайын. Сүмелек. Мына қылың үшін қарызыңды 3 есе көбейтем, түсіндің ба? Содан кейін Айшаға жақындаушы болма, мойныңды бұрап жұлып алам. Айша не қатысы бар бұл жерге? Айша менің қалыңдығым. Солай ғой, Ильяс? Солай. Ата сырып қойған. Естідің бе? Айша мектеп бітіргеннен кейін менің әйелім болады. Ал сен оған мына көздеріңмен енді қарап көрші. Не болды? Кіммен төбелестің? Ешкіммен төбелескен жоқпын. Түріңе не болған? Бүгін дене шынықтыру пәні мектептің аласында болды. Қатты жүгіріп келе жатып, тоқтай алмай ағаштарға соғылып қалдым.
Өтірік айтпа. Сонда сен не? Дене шынықтыру сабағына мектептің формасымен қатыстың ба? Киімің түгі қалмапты ғой. Спорттық киімдерімді үйде тастап кетіппін. Мектеп формасымен қатысуға тура келді. Әке, қойыңызшы болды. Тамақ ішейікші, қарным ашып тұр. Сен жаңа ғана қарым тоқтадың ғой. Байқаймын, сен бірдеңені бүлдіріп білген сияқтысың. Әке, қойыңызшы болды. Қоймайым мен. Қазір мектепке барамыз. Сенің мұғаліммен сөйлесем. Бүгін ғана мектепке барған баланы төбелестіріп қойып олар қайда қарап жүр сонда? Әке, бармай-ақ қойыңызшы. Сіз жағдайды одан әрі ушықтырып жібересіз. Және бүкіл мектептің көзінше мені масқара қыласыз. Жігіт деген өз проблемасын өзі шешу керек деуші едіңіз ғой. Өзім шешіп аламын. Шешкен түрің осы ма сонда? Бет аузының көгеріп жүргені қалған еді енді. Егер солай жүру керек болса, солай ақ жүрейін. Балам, саған төбелес емес, оқу керек. Егер адам қатарына қосылам, дәрігер болам десең. Жоқ әлде ол ойыңнан айнып қалдың ба? Жоқ, дәрігер болам. Мамама солай сөз бергем. Қайда мына тұрың мен. Охо, кім істеді мынаны? Кім болушы еді? Сол баяғы Қайрат достарымен. Ешкімге айтпа. Түсінбедім. Қайратпен қашан төбелесіп жүрсің? Біз екеуміз үйге бірге қайттық емес пе? Бетің сау еді ғой. Әлде кешке кездестіңдер ме? Иә, кешкісін Айшаны шығарып салып қайтып келе жатқанда алдымнан тап берді. Сені Айшамен ұстап алды ма? Мәссаған. Тұзың жеңіл екен. Біздің ауданның жігіттері Айшаға мойындарын бұрып қарауға қорқады. Қайраттың қалыңдығы екенін бәрі біледі. Ал сен оны шығарып салмақ болдың. Қызық екенсің бауыр. Сен оны қойшы. Одан да мынаны айтшы маған. Олар бір жерде жаттады ма? Тура бір кәсіп қоятындар шақтырады екен. Иә, осы ауданда 2 зал бар жаттыратын. Не болды? Ештеңе. Кім көрінген мені ұрып соққанын қаламайды. Мен де олар сияқты жаттыққым келеді. Солар сияқты. Бауырым, сен олар сияқты болу үшін бір өмірің жеткіліксіз болатын сияқты ғой. Ербол, ренжімеш. Бірақ олар мықты төбелеседі, спортпен айналысады. Ал сен болсаң, сабақты жақсы оқитын бала сияқтысың. Не айтқың келген, түсінген шығарсың енді. Түсінген жоқ. Маған жаттығатын жердің мекен-жайын бересің бе, бермейсің бе? Берем, жүрші. Сендер жалғыз жібермеу керек еді үйге. Ой, бірге барғанда не істей алатын едің? Маған уайымдамаңдар. Бәрі жақсы. Сәлеметсіңдер ме? Отырыңдар. Жүнісов, бүгінгі тақырыпты бізге түсіндіргің келіп отырғаны көрініп тұр. Кел тақтаға шық. Мен сенің өтінішің жайлы ойланып көрдім. Жаттығатын залдың қай жерде екенін сұрап едің ғой? Я сонымен не шештің? Сен олардың қандай әдіспен төбелесетінін байқадың ба? Байқамағанда ше. Шынтақ, тізе, аяқ бәрі бар. Мен ғаламтордан бір ролик көрдім. Аралас жекпе-жектің бір түрі сияқты. Меніңше олар ережесіз жекпе-жекпен шұғылданатын сияқты. Онда біз де солай жаттығуымыз керек. Неге? Жауды өз қаруымен жеңу керек, Мұрат. Ол мекен-жайдың қайда екенін маған көрсетші. Стоп! Стоп! Сендерге бұл не болған? Не болды сонша мойыз? Маған нокаут керек, нокаут!
10 секундтарың бар. Уақыт кетті. Кімге келдің? Біз осы секцияға жазылуға келдік. Ұлтыстар болған әрине жақсы. Бірақ мүмкіндіктерің бар ма? Сендер шынымен спортпен айналысып, кәсіби спортшы болған келетін дәлелдей аласыңдар ма? Ол қалай? Қалай дәлелдеу керек? Мынаған қарсы төтеп бере аласың ба? Мынаған ба? Жоқ, мен шықпаймын. Мен шығам. Ағай, онымен мен шығайыншы. Оны өзім тексергім келіп тұр. Қайдан ғана келістің, а? Не болды соң? Бәрі болды. Ол менен мықты шығар, бірақ мен одан қорықпаймын. Тек менен көп жаттыққаны болмаса. Ол сені жаңа өлтіріп тастағанда қайтер едің? Ал мүгедек қылып тастаса ше? Сонда менен сен сияқты үндемей оған ақша тасып жүрген керек пе? Иә. Ақша тасып жүрген мен ғана емес, басқалар да тасиды. Ары кетсе енді 2 жыл тасимыз. Болды сосын. Жақсы болыпты. Ары кетсе дейді ғой. Сен сонда оған 2 жыл бойы ақшаны қайдан алмақшысың, соны айтшы. Айтайын. Үйдегілерден алам. Жарайды. Мен үйде әкеме барып, әке, менің Қайратқа салық төлейтін уақытым келді, маған ақша беріңізші дейін бе? Жоқ. Бірден ойлап табуға болады ғой. Сыныпқа перде аламыз де, немесе апайдың туған күні дей сал. Тіпті болмай бара жатса, ұрлап ал. Байқай қоймайтын шығар. Ұрлап ал дейсің бе? Мұрат, сен не айтып тұрсың? Мен әкеме ешқашан өтірік айтпаған, айтпаймын да. Бәрібір солай істеуіңе тура келеді. Не перде жайлы өтірік айтасың, не күнде дене шынықтыруда құлап қалдым деп айтып барасың үйіңе. Ақшаны әкел, қашық. Әкелдім. Рюкзагын ақтарыңдар. Телефонға тиіспеңдер. Жарайды. Әзірше өмір сүре тұр. Айсұлтадан келгенде қатып бітіреді, ә? Қаланың тірлігіден қызық екен қозы. Бір бүтпейтін жұмыс. Уақыттардың жарысы сол жолға кететін сияқты ғой. Өткенде ғана демалыс аяқталып жұмысқа шыққан екен. Сұранса жібермей қойыпты. Әземе тыңдап отырсың ба? Не үндемей қалдың? Әке, маған ақша керек. Не үшін? Мектепте апай пердеге ақша жинап жатыр. Соған керек.
пердені біз алып берейік. Сен мына мектебің бар ғой, түбіме жететін шығар. Қаншадан жинап жатсыңдар? 3 мың. Немене? Алтын жіппен тігілген перде ойында отсыңдар ма? Мә, апарып бер. Тамағың жеңді? Сен маған мына жағдайды қалай түсіндіресің? Мен сабақ жасап отырмын. Мен сенен басқа нәрсе сұрап тұрмын. Мынаның ішінен ақша жоғалды. Мен қайдан білейін? Мүмкін дүкенге барғанда қайтарым дұрыс алмаған шығарсыз. Болмасам жоғалтып алған шығарсыз. Сен солай деп ойлайсың ба? Ал мен басқаша ойлаймын. Мынаның ішіндегі ақшаны ұрлаған сен. Сенен басқа ешкім емес. Балам, сен соңғы кезде бұндай ұрлыққа жиі барып жүрсің. Не, мен сезбейді деп ойлайсың ба? Сонда менің балам ұры болғаны ма? Әке, мен ұрлаған жоқпын. Мен сізге бәрін түсіндірейінші. Тек неден бастарын білмей отырмын. Қалай аузың бар бақталып отырсың, ә? Әуел төбелес. Енді не? Ұрлыққа көштің ба? Сіз мені дұрыс түсінген жоқсыз, мені тыңдаңызшы. Сен мені тыңда. Мені тыңда. Ұрлық деген масқараның масқарасы. Сенің бұл қылығың үшін сен мына қолдарың шауып таста керек. Ұқтың ба? Шауып таста керек. Өз ұлың, өзің тонат деген не сұмдық? Енді қайттым. Ербол, күлкімді келтірмеш. Ананың ішіндегі престердің көрдің ба? Бұлшық еттері қандай десеңші. Ал енді өзіңе қарашы. Бұлшық етті жаттықсаң шығарып алуға болады. Менде де болады бұлшық ет. Бірақ оған 3 жыл уақыт керек. 3 жыл керек болса 3 жыл жаттығам. Тек нәтижесін көрсем болды. Ербол, саған кеш. Онда мен кішкентай кезден шұғылдану керек қой. Қара. Көрдің бе? Жоқ, кім бұл? Бұл Ларри Холмс. Оны рингтің келлері деп атап кеткен. Ол өзінің барлық қарсыластарын 48-0 есебімен жеңген үшін оны солай атап кеткен болатын. Мәссаған мықты. Ол 19 жасынан бастап спортпен айналысқан. Өзі өте кедей отбасынан шыққан. Соған қарамастан ол жұмыс істеп, көлік жуып сағатына $1 табыс тапқан. Және жаттығуын бірге алып жүрген. Ол тіпті Мұхаммед Алиді де жеңген. Сөз жоқ, мықты екен. Мықты. Қаласаң сен де осындай боласың. Ба? Солай ойлайсың ба? Солай ойлаймын. Күлкілі ештеңе көріп тұрған жоқпын. Мынауың енді. Қайдағыны көріп. Сен сонда осыны қайталап жүрсің ба? Мә. Қайдағы емес ол, әке. Ол ежелгі гректердің аралас жекпе-жегі туралы видео. Гректің не керегі бар саған? Сен дәрігер болуың керек. Одан да сабағыңды оқы. Мен сонда не дәрігер болсам, спортпен шұғылдана алмаймын ба? Шұғылдана бер спортпен. Бірақ дәрігерге төбелесіп не керегі бар, ә? Жүрген қолынан түк келмейтінде солар төбелесе берсін.
әкесідікі дұрыс емес. Мысалы, Мұхаммед Али... Тоқта! Сен сол Мұхаммед Алиің мектепті дұрыс бітірмеген. Әріп білмей өскен. Неге олай дейсіз? Біле білсеңіз, Мұхаммед Алиді ешкім жеңе алмаған. Ол нағыз батыр. Дұрыс. Оған сөз жоқ, ол нағыз батыр. Бірақ Мұхаммед Алидің өзінің жолы болды ғой. Әр адамның өзінің сара жолы болу керек. Сенің де өз жолың болу керек. Сонда менің жолым қандай? Әкесіз мен үшін шешім қабылдап қойған сияқтысыз ғой. Ал енді өзің шештің ғой, көрдік. Бет аузың көкала торғай деу. Салам, Ербол. Кеше әкең қатты ұрысты ма? Жоқ, қатты ұрысқан жоқ. Бірақ жаттығыма енді рұқсат бермеймін дейді. Оның айтуынша мен уақытымды босқа кетіріп жүр екенмін. Дұрыс айтады. Шынымды айтсам, Ербол, сен бекер жаттығып жүрсің. Бәрібір Қайраттай мықты бола алмайсың. Қайрат демекші, мен соңында бәрібір оның түбіне жетемін. Мен ол сияқты көп жаттық қалған шығармын. Сонда да. Мүмкін оны әкесі спортқа кішкентай кезінен пісірген шығар. Бірақ мен жаттығам. Қайратты әкесі жаттықтырған жоқ. Оның әкесі кішкентай кезінде қайтыс болып кеткен. Оны маған ағам айтып берген. Онымен бірге менің ағам бір сыныпта оқыған. Кішкентай кезінде өтірікті судай ағызады екен. Сөйтіп үлкендерден үнемі таяқ жейтін. Сабақтан қашып жаттығатын залға баратын. Қысқасы, оның өмірі ертегі емес, Ербол. Енді өзі көріп өскенді бізге көрсетіп жүр. Осындай қатыгез болуының себебі осындай екен ғой. Қапсық. Ой, неменеге қорқасың, Үйтіңізге қарамайсыз ба? Тістеп алса қайтесіз? Тісі жоқ ит сені қалай тістейді? Алпсоқ, қан бер тұр. Үйтіңізді неге маған қарай айтақтайсыз? Сосын артынан күліп мысқылдап тұрсыз. Мен сізге не істеп қойдым соншалықты? Тыныш тұрған итке өзің емес бе тиіскен? Ал сенде ешқандай шатағым жоқ. Солай ма? Егер сізге қызық болмаса, сіз менің жаттығып жатқаныма қарамас едіңіз. Жаттығуым дейсің бе? Күлкімді келтірмеш бала. Андағы қимылың жаттығу емес, бір түсініксіз биге ұқсайды. Ал спортқа ешқандай қабілетің жоқ. Ренжіме. Сіз оны қайдан білесіз? Білемін. Сенің спортқа ешқандай қабілетің жоқ. Өзіңді қинамай-ақ қой. Осыдан доғара сал. Алпсоқ, жүр. Қанки. Жүре ғой. Жануарым менің. Сабақ оқыдың ба? Сабақ оқыдым. Мен саған жаман нәрсе айтпаймын ғой. Әйтеуір адам болсын деймін де. Көршінің үйде не болып жатқан білесің ба? Жоқ, не oldu? Өзімді таңғалып қалдым. Көршінің үйіне жануарларға арналған жедел жәрдем келді. Өміріңде бірінші рет көруім. Итке бұл адам жедел жәрдем шақыра ма? Қалаң адамдар бар ғой, әбден есірген. Жақсылап тамағын ішіп ал. Біз күннен күн қасып бара жатсың, қарашы, белдігің салбырап. Осы да жетер, көп салмай қоймаңыз ба? Же. Қазір ай! Сені ма?
Сен неге мені өлтіресің, а? Не болды, көрші, не болды, тоқтаңыз. Сен бе әкесі? Мен әкесі, тоқтаңыз, не болды? Біз жаңадан көшіп келгенде басына бермеңіз. Біз ұнатпайтын шығарсыз, бірақ балам олай дауыс көтермеңіз. Не болды? Итің өліп қалса не? Біздің оған не қатысымыз бар? Міне, қатысы жоқ дейсің бе? Қара. Әке, мен ол жерде камера бар екенін білген жоқ. Мәселе камераның бар жоғында емес. Сен не бүлдіргенін түсініп отырсың ба? Мен біреуге жамандық жасаймын деп ойлаған жоқпын. Ол жай ғана іш өткізетін дәрі болады. Оны ит тұрмақ балаға да беруге болады. Итім кәрі еді. Оның үстіне ауырып жүрген. Сен дәрі берген соң, мен оны құтқарып табамын. Олай болсын, көшір. Құдайшымызды енді кешіріңіз енді. Баламнан бір ағаттық кетті. Сізге жамансыз жасайық деген ойымызда болған жоқ. Сіз де бала болдыңыз, біз де бала болдық дегендей. Бір жолға кешіріңіз енді. Ақыл есі дұрыс адам осындайға бара ма? Менің итімде нелерің бар еді? Байғұс итім ай. Сен енді менің көзіме көрінбе. Ал. Жаңа өмір бастадық. Жетістірдің. Күннен күнге не болып барасың сен, Ербол? Мен сені танымай барам, балам. Біреудің итінде нең бар сен? Әке, мен оған ештеңе істеген жоқпын. Ол кісі өзі үнемі мен жаттығып жатсам да, мектептен қайтып келе жатсам да, мазақтап күліп тұрады. Мен жай ғана сол үшін өш алғым келді. Өш алғым. Сен өзіңмен бірге мен де масқара қылғанын түсініп отырсың ба? Байғұс иттің не жазығы бар? Мәселе итте емес. Мына сенің өзің әлсіздігіңде. Әлсіздігімде? Иә, сен әлсізсің. Егер әлсіз болмасаң, біреудің мысқылына пысқырып та қарамайтын ең. Қысқасы, бұдан кейін аяқ қолың шошаңдатып жер жаттығу жасап жүргенді көрсем, айтпады деме. Ол саған соңғы ескерту, ұқтың ба? Балалар, бір шүберек алып, еденді жуып шығыңдар. Әкел, мен саған көмектесейін. Ауыр ғой.